Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шоколадты чизкейк дайындаймыз. Алдымен печеньемізді үгітіп аламыз. Үстіне сары майымызды құйып, жақсылап араластырып, формамызға саламыз. Стаканның көмегімен бетін тегістеп шығамыз. Менде мында диаметр 18 см. Енді желатинімізді алып, суық суымызды құйып, араластырып, қойып қоямыз. Сливкеміз өзінің формасын ұстау үшін ыдысымыз құрғақ және де таза болу керек. Сливкемізді құямыз және де миксердің баста құрғақ болуы маңызды. Енді творожный сырымызды салып, үстінен сахарный пудрамызды салып, бетін жауып, жақсылап миксерлаймыз. Ақырын жылдамдықпен бастап, жылдамдықты көбейтіп отырамыз. Қараңыздар, осылай өзінің формасын ұстағанша миксерлаймыз. Енді осының бетінен біраз 3-4 қасықтай алып қалам. Маған декорға керек. Үстіне ертілген шоколадымызды салып, кез келген темный шоколадты ала берсеңіздер болады. Желатинімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне какаоны сеуіп, тағы да жақсылап миксерлаймыз. Дайын болған массамызды жаңағы печеньеміздің үстіне салып, бетін тегістейміз. Холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Шоколадты чизкейктің бетін жаңағы алып қалған сливкемізбен әсемдейміз. Әсемдеу жолы өз еріктеріңізде. Чизкейгіміз жұмсақ, ерекше нәзік, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.